Баршаңызға сәлем. Мың бір кеңес арнасында ас тұзының адам денсаулығына пайдасы туралы ақпаратпен бөлісетін боламын. Ас тұзы қымбат емес және ең көп таралған дәмді күшейткіш. Оны кондитерлік өнімдерден бастап барлық дерлік тағамдарға қосу әдетке айналған. Адам ағзасына аз мөлшерде тұз қажет. Өйткені бұл элемент бұлшықеттердің жиырылуына, гормондардың түзілуіне қажет. Ас тұзының ең маңызды компоненті натрий. Ол ағзадағы сұйықтықтың сақталуында, бұлшықеттердің жиырылуында, гормондардың бөлінуінде және эритроциттердің түзілуінде маңызды рөл атқарады. Бұған қоса ас тұзы асқазанда тұз қышқылын түзеді. Онсыз ас қорыту жолдары дұрыс жұмыс жасамайды. Егер тұз болмаса, денеміздегі тіндердегі сұйықтық тез бітіп қалады. Ол бұлшықеттердің тартылуына келеді. Ғалымдардың зерттеулері бойынша тағамдағы тұздың жетіспеушілігі төмен қан қысымын тудыруы мүмкін. Салдарынан бас айналу, дұрыс көрмеу және басқа да жағымсыз белгілер пайда болады. Ас тұзы ағзаға қажет, бірақ өте аз мөлшерде ғана пайдалану қажет. Егер сіз кез келген диетологпен кеңессеңіз, ол сізге тұзды тұтынуды мүмкіндігінше шектеуге кеңес береді. Ересек адамдар үшін тұздың күнделікті нормасы 5 грамм. Бұл шамамен бір шай қасыққа тең деп саналады. Алайда шын мәнінде адамдар кейде тіпті білмей күніне 100 грамм тұз тұтынады. Өйткені бұл компонент біз дүкендерден сатып алатын басқа өнімдерде көп мөлшерде кездеседі. Тәулігіне 5 граммнан астам тұзды тұтынатын болсаңыз, денсаулыққа байланысты проблемалар туындайды. Ең алдымен натрийдің артық болуы қан мөлшерінің ұлғаюына келеді. Ағзадағы натрийді сұйылту үшін дене суды сақтай бастайды. Натрийдің көп мөлшері денеден кальцийді шығарады. Бұл сүйектер мен тістердің беріктігін жоғалтуға келеді. Тұзды өз мөлшерінде пайдалануды бастау үшін алдымен оны әртүрлі дәмдеуіштермен ауыстыруға болады. Сонымен қатар сатып алынған өнімдердің құрамын мұқият тексеріп, тұзы көп тағамды жеуді шектеу қажет. Дей тұрғанмен, оның адам денсаулығына тиімді тұстары өте көп. Әсіресе салқын тигеннен пайда болатын аурулардың алдын алуға көмектеседі. Ангина кезінде бір стакан жылы суға бір шай қасық тұз салып, күніне бірнеше рет тамағыңызды шайыңыз. Егер тісіңізді аман сақтағыңыз келсе, әр таң сайын тұзды сумен тісіңізді шаюды ұмытпаңыз. Ол тек тісіңізге емес, қызыл иегіңізге де пайдалы. 2 килограмм қайнатылған немесе теңіз тұзын жылы су толтырылған ваннаға салыңыз. Сосын сол суға 15 минут шомылыңыз. Мұндай ванна сізге артық салмақтан арылуға көмектеседі. Тұздың күнделікті тұрмыста да пайдалы тұстары көп. Бояудың иісі шығып тұрған бөлмеге тұз салынған ыдыс қойсаңыз, иіс тез арада жоғалып кетеді. Балық иісі шығып тұрған ыдысты тұз қосылған суық сумен жуыңыз. Егер табадағы май көпіршіктенсе, оны аздап тұздаңыз. Қол орамалдарды жуудан бұрын оны бір уыс ерітілген тұз салған жылы суға 2-3 сағат бойына салып қойсаңыз, әбден сіңіп қалған дақтарды кетіруде таптырмас көмек болады. Сондай-ақ жұмыртқа пісірілетін суға міндетті түрде тұз салыңыз. Жұмыртқа жарылса да, тұзды суда ағып кетпейді. Кесілген алма қайнатылғанға дейін қарайып кетпеу үшін оны сәл-пәл тұздаған суда ұстаңыз. Тағам қуырған кезде табаға кішкене тұз сепсеңіз, май шашырамайды. Ыстық күндері май салынған ыдысты тұзды суға малынған шүберекке орап қойса, май ерімейді. Бүгінгі пайдалы ақпаратым кәдеңізге жарасын.